Жігіттер, ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Сіздермен, как всегда, қыздар туралы бәрін білгісі келетін, онымен сіздермен бөліскісі келетін Қуаныш Ермахан. Біраз уақыт жоқ болдық ютубтан белгілі себептермен, өйткені курс дайындадық, жаңа материалдарды үйрендік, оқыдық. Енді сол материалдармен, Құдай қаласа, сол пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісуге дайынбыз. Бүгінде кішігірім бір бөлісу болсын. Олай болса, бастадық. Қазір қоғамда кино, сериал бар, сендер тыңдап жүрген өлең, музыка, бұның үйдегі ата-ана бар, үлкендердің бәрі бізге, әсіресе кино мен музыка, біздің санамызда отношения деген нәрсені, ер мен әйелдің арасындағы отношенияны бір үлкен, ауыр, қиыншылығы көп, бір төзімді шыдамдылықты қажет ететін бір қиын жол етіп көрсетіп тастағанда, над отношениями нужно работать, отношения нужно строить, над дружбой нужно работать, шыдамды болу керек, ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деген сөздер қанымызға сіңіп кеткенде, үйленіп жатқан адамдарға тілек ретінде айтылып, осыған дайын болыңдар, бәрі сендер ойлағандай жақсы бола бермейді, үйлену оңай, үй болу қиын деп жаңағы үйленбей тұрған адамдарға, үйленіп жатқан адамдарға заранее осындай ескертіп, осындай бір негативный настрой салып беріп жатады да. Неге бұл отношение деген бір жұмыс болу керек та? Мен ер адам ретінде сыртта жұмыс жасап, қоғамнан үйге келгенде мені енді тағы да бір жұмыс күтіп тұрса да, ол ешқашан бітпейтін жұмыс та, өлгенше бітпейді ол. Әйел адамның жаратылысы ол тыныштандыру, қайта қуат алу, маған қайта бір мені демалдыру. Яғни мен үйден әйеліммен қарым-қатынасымда жұмыс жасап, ырың-жырың болып, оны реттеп, бір-бірімізбен плюс-минусымызды жаңағы жұмыс жасап, бір-бірімізді ұтылып, бірімізді ұтып дегендей. Осындай бір ырың-жырыңмен мен қоғамнан үйден таңертең шығып кетіп, қайтадан екінші жұмысқа, қоғамға кіретін болсам, ондай отношенияның маған не керегі бар да? Тамақ істеу үшін, киім жуу үшін, үй жинау үшін, бала туу үшін, секс үшін маған әйелдің қатты керегі де жоқ, если честно. Ол услугаларды мен ақшасын төлетіп, бәрін сатып аламын да. Әйел маған тек қана тыныштық үшін керек, әйел мені жақсы көру үшін керек та, күш алып, маған мотивация беру үшін керек. Мен ертең бала тауып, сол әйелден, сол балаларды дұрыс адамдардан өсіріп отырмын, бала тәрбиелеп отырмын деген сенім үшін ғана керек та. Мен сіздердің алдарыңызда жап-жас болып, ақылсынып, бір ақыл айтып отырған жоқпын ешкімге. Мен мына матрица дейді ғой, коллективный подсознание деп жатады, ютубтан көрсеңіздер болады. Бір тілмен айтқан кезде мына системадан, қазіргі өмір бойы біздің ойымызға, миымызға сіңіріп қалған системадан сыртқа шығып, сырттан бақылап көре алатын адамдардың ақылын айтып отырмын. Эйнштейн айтқан екен ғой кезінде, мен ұлылардың иығына шығып алдым, алысты көру үшін деп. Тура сол сияқты мен де сол жолға түскім келеді. Мүмкін шынында да ер мен әйелдің қарым-қатынасын қазір басқаша, басқа ракурстан қарап көретін уақыт келген шығар. Сондықтан келіссеңіздер, ойларыңызбен келісемін, келіспеймін деп бір бөлісіп көріңіздер. Бүгінге осы. Сау саламат болыңыздар.